негізі бұндай заттарға сенгім келмейді. Менің пранк деп қабылдағым келеді, бірақ Мадина что-то слишком переживать етіп отыр, бірақ мен Мадинаға да айтып отырмын. Менің ойымша бұл пранк өйткені дос қызы деп жазып жатыр. Сіздерге де уайымдамауларыңызды сұраймын. Білмеймін, мен ішімде бір уайым дейтіндей ештеңке жоқ. Өйткені мен Аргенге сенемін, мұндай іске бармайтынына. Бір жағынан ойласам, пранк деу үшін ешқандай алдымызда праздник келе жатқан жоқ. Білмеймін, енді сіздер уайымдағаннан кейін өйстіп сторисқа шығамын. Сіздерге барлығын айтып отырамын, өйткені уайымдайтын адамдар бар, уайымдайтын жандар бар. Сондықтан мен білмеймін, өзім үшін жауап бере алмаймын. Өзім де айтқан болатынмын. Если это будет правда, я никогда не прощаю измену. Біз мына жаққа келдік, бірақ кетіп қалғанын ұқсайды. Қазір ағасына хабарласып жатырмын мен, осы Бішкектегі ағасынан. Сол кісіні күтіп тұрмыз, өйткені біз жолға шығу керек болатын, біз таксиміз келіп қойды. Просто меня беспокоит то, что если бы он по работе встречался, он бы мне это сказал. Но, видите, он мне сказал просто по работе, ни про какую девушку, ни про что не говорил, сейчас трубку не берет. И смеяться или плакать? Смеяться или плакать? Короче, Аружан телефон қалдырып кеткен ма, мен оның паролін білмеймін. Маған мынандай нелер, сообщениялар көп келіп жатыр да қазір. Аружанға да келіп жатқан шығар, ол анайқа тамақ алуға кеткен. Не Аргенге де хабарласамай отырмын. Мынаның барлығын өшіріп тастау керек болып тұр да. Өзара шешіп алу керек қой екеуі. Білмеймін, может дос қызы шығар. Қазір Аружан қандай эмоцияда болады, көрген кезде мен соны білмей тұрмын да. Просто телефон бермей, просто алдап сулап, главное Аргенге хабарластырып алу керек сияқты. Мен аяқты білмеймін ғой еще, қайттам Аргенді, ол телефонын алмай жатыр. Не қыз қаяқта жүргенін даже адресін де білмеймін, Аружан да білмейді. Келе жатыр Аружанға, не деп айтам. Қазір филармония жаққа келдік. Барлықтарыңыз филармония жақ деп жазыпсыздар ғой. Аружан келді, көрді барлығын. Ашулы қыз. Енді мен вообще жаман шокта болып тұрмын. Терміне жыларым болып тұрмын. Сеп жүрміз. Жатсыбана не жақ қой? Филармония деді ғой деймін. Я подземкадан прям шыққан кезде